Қордай ауылына қарасты Балжан Бөлтірейкова атындағы нөмірі 4-ші мектеп-лицейдің енді өз автотұрағы бар. Балалардың қауіпсіздігін басты назарға алған аудан билігі оқу ордасының аумағында тағы бірнеше игі іс атқарыпты. Толығырақ тілші тарқатсын. Бұған дейін Балжан Бөлтірейкова атындағы орта мектептің ата-аналары үшін бір күрделі мәселе бар еді. Ұлғызын осы мектепке таситын олар жол қауіпсіздігінің мәселесіне жиі алаңдайтын. Арғы беттен өту былай тұрсын, тіпті мына трассаның бойында тоқтау олар үшін мұң еді. Ендігіде бұл мәселе өз шешімін тапты. Мектеп маңында салынған автотұрақ қазір пайдалануға беріліп үлгерді. Жаңа оқу жылы басталса, бұл игістің шарапатын көретіндер де көбеймек. Ең бастысы, қайғылы жағдай болмайды. Ата-ана алаңдамайды. Бұрынғы кезде өте өзекті мәселе болды. Себебі бізде қорқыныш бар. Біз мына жерде ылғидай кезекшілік қоямыз. Себебі жолдан ары бері өту балалардың қауіпсіздігіне өте күрделі мәселе болатын. Енді қазіргі таңда және сонымен қатар бізге көп ескертулер айтылатын. Себебі ата-аналар балаларын көлікпен алып кетіп жатқан кезде мына жолға өте кедергі жасайды. Сол мәселесі шешілді, жол мәселесі. Және балалардың ары бері өту қауіпсіздігі мәселесі шешілді. Мұнда биылдық атқарылған шаруа болған емес. Оқу ордасының аумағы абаттандырылып, балалардың жайлылығы үшін волейбол, баскетбол, шағын футбол алаңдары бой көтеріпті. Көнесі жаңарып, ескісі еленген мектепке ата-аналар да дән риза. Ауыл әкімшілігіне рахмет, әсіресе біздің мектептің немізге волейбол несін ашып берді, баскетбол тұрағын ашып берді, несін ашып берді. Барлық жағынан жағдайларын жасап жатыр, мыңда бір алғыс. Әсіресе жол бағдаршам несіне алаңдайтымыз, оны да жақсы жағдайын жасап қойды. Өте жақсы әсер етіп жатыр, жақсы жағдайлар жасалып жатыр. Балалардың ойнауына, спортпен шұғылдануына өте жақсы жағдай жасалды. Балалардың білімін ғана емес, қауіпсіздігінде бақылауға алып, бой сергітуіне жағдай жасаған жергілікті билік ауданда атқарылар іс әлі де аз емес дейді. Ал аталған мектеп ұжымы жаңа оқу жылын жаңарған кейіпте қарсы алуға сақадай сай тұр. Мадина Оқас, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.